Достар, бүгін Алланың көркем есімдерінің бірі Әл-Муйіз есімін жазатын боламыз. Әл-Муйіз даңқты асырушы, жеңіс беруші деген мағынаны білдіреді. Және де қадіріңді көтеруші, адамдар алдында қадіріңді көтеруші, дәрежеңді көтеруші, адамдар алдында сондай мағынаны да білдіреді. Бір күні бір адам адамдарға ұнау үшін киімін өзгертіпті, сөзін өзгертіпті, бірақ ешкім оны шынайы қабылдамапты. Бір күні ғалым кісі айтыпты, сен адамдарға емес, Аллаға әлгі ғалым кісі айтыпты, сен адамдарға емес, Аллаға ұнауға тырыс, сонда Алла сені адамдарға сүйікті етеді деген екен. Және де бір керемет сөздер оқып қалдым. Адамдар сені көтерсе, бір күні түсіреді, ал Алла көтерсе, сені ешкім түсіре алмайды деген керемет сөздерді оқып қалдым. Достар, давайте бірге жазайық.